Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектеновке. Тасжол қателікті кешірмейді. Бірақ тақтайдай трассаға шығып, қателесудің құнын, өмірінің құнымен өтемейінше жаны жай таппайтындар бар. Өңірлерге жасаған сапарымыз барысында халық жол көлік оқиғасының күрт өскеніне алаңдап отыр. Жыл басында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан газетіне берген сұхбатында да жол көлік оқиғаларының көбейгенін ерекше атап өтті. Мемлекет басшысы соңғы 5 жылда еліміздегі автокөлік саны 1,7 миллионға артқанын, шамамен 3 миллион транзиттік көлік өтетінін айтып, көлік көбейген сайын апат қаупі де артатынын ескертті. Ресми дерекке сүйенсек, 2025 жылдың қаңтар-тамыз айында елде 22 мыңнан аса жол көлік оқиғасы тіркеліп, соның салдарынан 32 мыңнан астам адам зардап шекті. 1446 адам қаза тапты. Жол апатының саны 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шамамен 7 мыңға көп. Соңғы 5 жылда тас жолдағы трагедиядан 12 мыңнан аса азаматымыздан айырылдық. Оның 1 мыңнан астамы балалар. Бұл статистика Майқы би бабамыздың темірден болар көлігің, темірден болар өлімің деген сөзінің айғағы. Мәселенің себептері белгілі, соған сай нақты шешімдер де қажет. Біріншіден, жүргізушінің жауапкершілігі. Тек 2024 жылы 12,6 миллион жол ережесін бұзу фактісі тіркелген. 2025 жылдың 9 айында бұл көрсеткіш 9,7 миллионға жеткен. Мас күйінде ұсталған жүргізушілер саны 16 мыңнан асады. Сондықтан жол ережесін бірнеше рет өрескел бұзғандарды қайта емтихан тапсыруға міндеттеу керек. Екіншіден, жүргізуші куәлігін заңсыз беру фактілерін түбегейлі тоқтату керек. Интернетте 250 мың теңгеге куәлік жасап беремін деген жарнамалар өріп жүр. Соңғы жылдар осындай 222 қылмыстық факт анықталған. Жаза қатаңдамай бұл мәселе шешілмейді. Үшіншіден, айыппұлды көбейтіп, камера мен дронды тек жазалау құралына айналдыру дұрыс емес. ақш пен Еуропа елдеріндегідей дронды жол сапасын бақылауға да пайдалану керек. Ақау анықталса, ақпарат автомат түрде жауапты органға жіберілуі тиіс. Төртіншіден, апаттардың 30% сапасы жолдың салдарынан. Желіге жүгінсек, Қазақстан жол сапасы бойынша әлемде 90-шы орында тұр. Белгі қойылмаған, сызық сызылмаған, шұңқыры жамалмаған жолдар апатқа апарады. Сондықтан жол салу мен бақылауды жаңа ашық тетікке ауыстыру қажет. Мердігер арзан жол емес, қауіпсіз әрі ұзақ қызмет ететін трасса салуға міндеттелуі тиіс. Бесіншіден, бір жолақты трассалар өлім ошағына айналды. 2025 жылы адам өліміне әкелген жол апаттары 41,9%-ға өсті. Атырау, Ақтөбе, Қызылорда облыстарында жағдай ауыр. Автокөлік көп жүретін бір жолақты жолдарды кеңейту шұғыл әрі маңызды міндет. Алтыншыдан, цифрлық навигация платформалары жүргізушіні қауіпті учаске, ауа райы немесе жол жөндеу туралы нақты әрі жедел ақпаратпен қамтамасыз етуге міндеттелу керек. Жетіншіден, көлікте заңсыз орнатылған LED және билет шамдарына қатаң тыйым салу қажет. Қарсы бағыттағы жүргізушінің көзіне шағылысатын жарық талай адамның жарық дүниемен қоштасуына себеп болып отыр. Қорытындылай келе, жол қауіпсіздігі жекелеген саланың емес, адам өміріне тікелей әсер ететін мемлекеттік деңгейдегі мәселе. Себебі жол қысқартамын деп асыққандардың өмірі қысқарып кетіп жатыр. Осыған байланысты депутаттық сауалда көтерілген барлық мәселелер бойынша нақты шаралар қабылданып, жүйелі жұмыс жүргізілуін сұраймыз. Құрметпен Аманат фракциясының мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев.